Мінекей бір полочкасын тоқып бітірдік. Енді екінші полочкасын тоқимыз. Оны қалай бастаймыз? Оны біз бірінші полочкасын тоқыған кезде мына жерден былай қарай жүрген едік. Енді екінші полочкасын біз мына жерден былай қарай тоқимыз. Себебі біздің узорымыз былай оң теріс болып келе жатыр. Мына жерде теріс қатар түскендіктен біз мына жерді оң қатармен тоқып шығамыз. Енді санап аламыз. 30 столбик санап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. 30-шы столбикке үш воздушный тоқимыз. 1, 2, 3. Енді убавление жасаймыз. Екеуін аламыз. Келесі столбиктің тоқып, екеуін аламыз. Және үшеуін біріктіреміз. Убавление жасадық. Ары қарай тоқимыз. Міне біз екінші қатарды тоқыдық. Бірінші қатарды былай алып, келесіге 3 воздушный алып, келесі қатарды тоқып шықтық. Енді соңғы екі столбикті убавка жасаймыз. Мінекей біреуін тоқимыз. Және 3 воздушныйдың үшіншісін алып, біреу тоқимыз. Үшеуін бірге тоқимыз. 1, 2, 3 воздушный петля аламыз. Ары қарай тағы да убавка жасаймыз. Бұл бірінші петляның орнын алса, мына жерден екінші петлядан бастап убавка жасаймыз. Екеу, үшеуін бірге аламыз. Ары қарай әр столбиктің үстінен бір столбик накидым алып отырамыз. Тура бірінші полочкадағы сияқты убавка жасалады. 5 қатар убавка жасағаннан кейін ешқандай убавкасыз, прибавкасыз 15 сантиметрге дейін тоқимыз.